Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі білімді ұрпақ үшін ашылған қазақ тілі арнамызға қош келдіңіздер деймін. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы механикалық жұмыс, қуат, пайдалы әсер коэффициент және оларға есеп шығару жолдарын түсіндіремін балалар. Енді жалпы біз механикалық жұмыс деген сөзді күнделікті айтамыз. Бұл қазақта күнделікті тілде қолданылатын ұғымдардың бірі. Экранда көрсетілген суреттер арқылы салыстыра отырып тұрмыста және физикадағы жұмыс ұғымының мағынасын ашайық балалар. Мысалы, ат арбаны сүйреп келе жатыр, демек жұмыс істеп келе жатыр деп айтамыз. Бала доп ойнап жүр, бұл да механикалық жұмысқа жатады. Трактор жер жыртып жатыр, ракета ұшып бара жатыр. Осының барлығы балалар механикалық жұмыс деген ұғымды білдіреді. Енді сонда механикалық жұмыс дегеніміз не? Механикалық жұмыс бұл дегеніміз дене міндетті түрде қандай да бір күштің әсерінен орын ауыстыруы қажет. Егер дене орнынан қозғалмаса, онда жұмыс атқарылды деп есептелмейді. Сондықтан механикалық жұмыс атқарылу үшін қажетті шарттармен келесі слайдта танысатын боламыз балалар. Механикалық жұмыс орындалу үшін қандай шарттар орындалу керек? Бұл бірінші күш жұмсалу қажет. Екіншіден дене орын ауыстыру қажет. Мысалы, балалар, сендер қандай да бір шкафты, осын ауыр нәрсені орнынан қозғалту үшін қандай да бір күш жұмсап, бірақ орнынан қозғалта алмасақ, онда біз жұмыс істедік деп айтпаймыз. Немесе біздің атқарған жұмысымыз нөлге тең. Немесе өзіміздің әдебиеттен белгілі қаңбақ, қонарын сай ұшарын жел білетін қаңбақ орын ауыстырып келе жатыр. Бірақ ол жұмыс деп келе жатыр деп айта алмаймыз, өйткені оған ешқандай күш әсер еткен жоқ. Сондағы механикалық жұмыстың формуласы күшпенен орын ауыстырудың көбейтіндісі. Формула А тең болады F көбейтілген S. F мұндағы күш, S орын ауыстыру. Ал күшті табу үшін А-ны S-ке бөлеміз. Ал S орын ауыстыруды табу үшін А-ны F-ке бөлетін боламыз. Механикалық жұмыстың КБЖ-дағы өлшем бірлігі ол джоуль деп аталады балалар. Ағылшынның ұлы ғалымы Джоуль Джеймс Прескотт Джоульдің құрметіне осы жұмыстың өлшем бірлігі қабылданған. 1 джоульда 1 ньютон көбейтілген метр бар. Енді осы жұмыстың таңбасы оңда терісте болуы мүмкін. Егер күштің бағыты мен орын ауыстырудың бағыты сәйкес келсе, онда екеуі бағыттас болса, онда жұмыс оң болады. Мысалы, тас қандай да бір биіктіктен төмен түсіп келе жататын болса, онда ауырлық күші де төмен қарай бағытталады, дененің қозғалысы да төмен қарай бағытталады. Бұл кезде оң жұмыс атқарады. Ал егер де мен тасты жоғары қарай, жүкті жоғары қарай лақтыратын болсам, ауырлық күші төмен қарай бағытталады, ал кедергі әгіндегі дененің қозғалысы жоғары қарай бағытталады. Бұндай жағдайда теріс жұмыс атқарады. А тең болады минус F көбейтілген H болады. Ал бұл денені H биіктікке көтерілген кездегі жұмысты біз mgh формуласын қолдануымызға болады. Енді осы механикалық жұмыс атқарыла ма жоқ па? Кез келген уақытта мынандай сұрақ берілді балалар. Спортшы штангыны жоғары қарай көтерді. Осы кезде ауырлық күші жұмыс атқара ма дейді. Міне штангыны көтеріп тұр. Мынандай жауаптарды ұсынып отырмын. Я оң жұмыс атқарады, я теріс жұмыс атқарады, жоқ атқармайды. Атқармайды себебі дене осындай сұрақтар тұр. Сонда штангыны жоғары қарай көтерген кезде бұл жерде жұмыс атқарылады. Себебі күштің бағыты мен орын ауыстырудың бағыты әгіндегі қарама қарсы бағытталған. Ауырлық күші төмен қарай бағытталады, ал спортшы штангыны жоғары қарай көтеріледі. Сондағы ауырлық күшінің жұмысы теріс минус mgh формуласын қолданатын боламыз. Енді осы ауырлық күші жалпы жұмысқа
мынандай есеп шығарайық. Ішіне су толған челектің салмағы 100 ньютон. Челекті құдықтан тартып шығару үшін бала 1,5 килоджоуль жұмыс атқарған. Құдықтың тереңдігі қандай? Күнделікті біз білеміз, мына челектегі суды тереңдігі белгісіз бір құдықтан көтеріп шығарды. Осы кездегі құдықтың тереңдігін табу керек. Формула А тең болады МЖH формуласы бойынша. Бұндағы H-ты табу үшін A-ны МЖ-ға немесе бұл жерде ауырлық күші F-ке бөлемін. 1,5 килоджоуль 1500 джоуль болады. 1500-ді 100-ге бөлетін болсам 15 метр. Демек, мына құдықтан суды 15 метр тереңдіктен бала көтеріп шығарған екен балалар. Енді арғарай біз жұмысты, мысал бала қарды көріп жатыр, жұмыс атқарып жатыр. Дәл сол сияқты мына автомобиль қар көріп жатыр. Бірдей жұмысты кім жылдам бітіреді және неліктен деген сендерге сұрақ қойдым. Бірдей жұмысты, мына қарды күреу үшін мына екі дене бірдей жұмыс атқара ма және әртүрлі жұмыс атқара ма? Себебі қандай, соны түсіндіру керек. Енді өздеріңді білесіңдер, меніңше бала кішкентай ғана жұмыс атқарады, ал автомобиль өте үлкен жұмыс атқаруы мүмкін. Енді осының себебін ашайық. Ал бұл себебі механикалық олардың қуаттарында. Қуат деген не? Жұмыстың орындалу шапшаңдығын немесе тездігін сипаттайтын шама, физикалық шаманы біз қуат деп атаймыз. Қуат механикалық жұмыстың сол жұмыс істеуге кеткен уақытының қатынасымен өрнектеледі. Қуатты N әрпімен белгілейміз, A-ны T-ға бөлеміз балалар, немесе A-ны тапқанда N-ді T-ға көбейтеміз, немесе уақытты тапқан кезде A-ны N-ға бөлетін боламыз. Қуаттың өлшем бірлігі ретінде ватт алынады. Ода ағылшынның ұлы ғалымы, алғаш бу машинасын ойлап шығарған ағылшынның өнер тапқышы Джеймс Уаттың құрметіне қуаттың өлшем бірлігі ватт деп аталады балалар. Енді бір қалыпты қозғалыс кезінде осы қуаттың формуласы А тең болады Fs. Ал қуат дегенім А-ның Т-ға қатынасы болды. Ал А-ның орнына Fs қойған кезде S-тің Т-ға қатынасы бізге жылдамдықты беретін. Сонда қуат пен жылдамдықтың арасындағы N тең болды F көбейтілген формуласын қолдануға болады. Бұл формуланы тек қана дене бір қалыпты қозғалған кезде ғана қолданатын боламыз. Енді осы жұмыс пен қуат жоғарғы суретте көрсетілген жағдайларда ат пен трактордың қайсысы жерді жылдам жыртады? Соның қуаты көп болады. Күрек пен трактордың қар күреу кезінде қайсысы қарды жылдам күреп бітірсе, соның қуаты көп болады. Себебі қуаттың формуласынан қуат уақытқа кері пропорционал екендігін білеміз балалар. Ат пен трактор екеуі бірдей, олар жұмыс істегеніменен ат көп уақыт кетіреді, трактор өте тез арада жұмыс істеп тастайды. Демек, трактордың қуатының жоғары болғаны. Енді мынандай сіздерге есеп беріп отырмын. Массалары бірдей екі бала үйдің 3-ші қабатынан жарыса жүгіріп шықты. Олардың бірі 15 секундта, екіншісі 20 секундта 3-ші қабатқа шықса, қайсының қуаты көп? Әрине 20 секундқа қарағанда 15 секундта тез шығатын болса, бірінші баланың қуаты көп болғаны. Ал кілемнің чаңын екі түрлі чаң сорғышпен сорғанда, бірі кілемді чаңнан 20 минутта тазартады, екіншісі 40 минут бойы тазартады. Солардың қуаттары туралы не айтуға болады? Демек, неғұрлым аз уақытта көбірек жұмыс атқаратын болса, сол бірінші дененің қуатының көп болғаны туралы айтамыз балалар. Адам бір шелек суды құдықтан алғашында 1 секундта, екінші жолы 17 секундта тартып шығарған. Екі жағдайда адам бірдей жұмыс жасай ма дейді. Әрине, екі жағдайда бірдей жұмыс атқарады, өйткені биіктіктер бірдей болған, бірақ қуаттары әртүрлі. Бірінші дененің қуаты көп, екінші дененің қуаты аз деген сөз балалар. Енді балалар осы жануарлар мен адамның қуаттарын салыстыруға болады екен. Джеймс Уатт қуаттың ватт деген бірлігімен емес, әңдегі ат күшімен лошадиные сила деп аталатын бірлігін пайдаланыпты.
бір ат күші 735 массасы 75 килограмм жүкті 1 метр биіктікке 1 секундта шығарғандағы өндірілетін қуатты айтады екенбіз. Ал адам жай адымдап жаяу жүргенде секундына 70 немесе 90 ватт қуат өндіреді екен. Міне осындай біз салыстырмалы түрде де айтуға болады. Енді келесі біз пайдалы әсер коэффициент туралы әңгіме қозғайық балалар. Пайдалы әсер коэффициент деген не ол? Пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасын механизмнің пайдалы әсер коэффициент деп атайды. Оны біз ол пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлеміз. Практикада үнемі кедергі күштің әрекет ететіндіктен пайдалы әрекет коэффициенті 1-ден немесе 100%-дан үлкен болуы мүмкін емес балалар. Енді осы пайдалы жұмыс, толық жұмысты ашайық. Қандай да бір жұмысты пайдалы, ал қандай да бір жұмысты толық деп атайды. Қандай жұмыс? Мысалы, көлбеу жазықтықты қолдану арқылы неден ұтады, неден ұтылады деген сұрақ қояйық. Үйкеліс және кедергі күшін жеңу үшін практикада қосымша жұмысты атқару керек пе деген сұрақтар туады балалар. Енді мысалы мына адамдар көлбеу жазықтығы арқылы жұмыс істеп жатыр. Сондағы мына жай механизмдерді қолдану арқылы атқарылған жұмыс бұл толық жұмысқа жатады. Ал денені қандай да биіктікке шығару бұл тек қана пайдалы жұмыс болып табылады. Мысалы, берілген тапсырманы орындау үшін жасалатын жұмыс бұл пайдалы жұмыс деп аталады. Ал практикада механизмнің көмегімен жасалатын толық жұмыс ол толық АТ деп белгіленеді. Бұл толық жұмыс деп аталады. Пайдалы жұмыс әрқашан толық жұмыстан аз болады балалар. Енді осыны толық түсіну үшін бір есеп шығарайық балалар. Чайнек шамамен 120 мың джоуль электр энергиясын 60 секундтың ішінде жылыту орамасына береді. 200 мл суды Цельсий шкаласы бойынша 100 градусқа қайнату үшін суға 70 мың джоуль энергиясын беру керек. Чайнектің пайдалы әсер коэффициенті қандай? Сонда мына 120 мың бұл толық жұмыс болып табылады балалар. Ал енді 70 мың бұл суға келетін бұл пайдалы жұмыс. Сонда біз пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөліп 100-ге көбейтетін болып тұрмыз. Сонда пайдалы жұмыс 70 мың, ал толық жұмыс 120 мыңды 100-ге көбейтетін болсақ, 58,3 немесе жуық шамамен 60% пайдалы әсер коэффициенті. Сондағы 60%-ның физикалық мағынасы соның суға берілген 100% энергияның 60% пайдалыға кеткенде, қалған 40% қосымша жұмыстарға кеткен. Енді сіздерге түсінікті болу үшін осы жұмыстарға бір есеп көрсеттім. Массасы 20 кг дене бастапқы жылдамдықсыз еркін құлайды. 6 секундтың ішінде ауырлық күшінің атқаратын жұмысын табу керек. Бұл енді тест түрінде берейік балалар. Осындай А, В, С, Д, Е жауаптарының қайсысы екендігін табайық. Ал берілген жаздық, массасы 20 кг, В нолевой нөлге тең, уақыт 6 секунд, Ж тұрақты 10 метр секунд квадратқа тең, ауырлық күшінің жұмысын табамыз. Ауырлық күшінің жұмысы А тең болады, М Ж H-қа тең болады. Ал бізде H белгісіз, H-ты ЖТ квадрат бөлу 2 формуласымен бөлек тауып аламыз. 6-ның квадраты 36 болады балалар. Ж тұрақты 2-ке бөлеміз. 180 метр тереңдіктен шығарған екен. Олай болатын болса, массаның орнына 20, мына жерге 10, H-тың орнына 180-ді қойып, үшеуін көбейтетін болсақ, 36 мың джоуль немесе 36 килоджоуль жауапты белгілейтін боламыз. Міне балалар, біз механикалық жұмыс, соның ішіндегі әртүрлі ауырлық күшінің жұмысына байланысты пайдалы әрекет коэффициент, қуат деген шамаларды қарастырдық. Міне осы формулаларды қолданып кез келген есептерді өздерің шығаруға болады балалар. Бүгінгі
ақпаратым сіздерге ұнаса, әрине комментарий пікірлеріңді жазып, қолдауларыңды күтетін боламын балалар.